Саламатсыздар ма оқушылар? 11 сынып алгебра 8-де 1-ші есептің қалай шығарылатынын көрсетейін. 8-де 1-ші есепте мынадай кесте берілген. Осы кесте бойынша бізде бақылау нәтижесінің вариациялық қатарын құруымыз керек. Ол үшін мынадай кесте сызып аламыз. Кесте бойынша енді мына берілгендегі қандай нелер цифрлар бар? Бізде 8 бар, 9 бар, 10 бар, 11 бар, 12, 13, 14 бар. Енді әрқайсының санын есептейік. Бізде 8-дің саны 1, 2, 3, 4. 8-дің саны бізде 4-ке тең екен. Яғни кестеге мына жерге жазамыз 8-дің саны 4-ке тең. 9-ның саны санағанда 5-ке тең. 10 бізде 5-ке тең. 11 10-ға тең. 12 7-ге тең. 13 6-ға тең және 14 3-ке тең. Енді келесі бізде таңдама көлемі тау керек. Таңдама көлемі деген n-нің мәні мына жердегі. Ол үшін 4-ті, 5-ті барлығын бір-біріне қосамыз. 10 қосу 7, қосу 6, қосу 3. Барлығын қосқанда қосындысы бізге 40-қа тең болады екен. Енді салыстырмалы жиілік қатарын құруымыз керек. Мына екінші сұрақ бойынша ол үшін 4-ті бөлем 40-қа. Мына формула бойынша ол дегеніміз 0,1-ге тең. Келесі 5-ті бөлем 40-қа. Ол дегеніміз 0,125-ге тең. Келесі 5, ол мынау да сондай. 0,125. Келесі 10-ды бөлем 40-қа. Ол дегеніміз 0,125-ге тең. 7 бөлім 40. Ол дегеніміз 0,175-ге тең. 6 бөлінген 40. 0,115-ге тең. Және 3 бөлінген 40. Ол дегеніміз 0,175-ге тең болады екен. Енді осыны процент салыстырмалы жиіліктің пайыздық вариациялық қатарын құруымыз керек. Ол үшін мынаны 100-ге көбейтіп процент белгісін тіркеп жазамын. 0,1-ді 100-ге көбейтсем менде 10% болады. Келесі мынаны 100-ге көбейтсем 12,5%, мынау 12,5% болады, мынау 25%, мынау 17,5% және мынау 15%, мынау 7,5% болады екен. Ары қарай келесі 8-де 2-ші есеп, алдыңғы 8-де 1-ші есептің мына кестесін, толтырған кестемізді пайдаланады екенбіз. Ол үшін бірінші модасын табу керек. Модасы дегеніміз мына сандардың ішінде ең көбі 10. Яғни 11 деген сан бізде 10 рет кездесіп тұр. Олай болса модасы 11-ге тең. Келесі медианасы қақ ортасындағы сан бізде 11-ге тең. Келесі математикалық күтімі дейді. Математикалық күтімі. Немесе орта мәні деп аталады. Оны табу үшін кітапта формула бойынша былай есептеледі. 8-ді 4-ке көбейтем. Қосам, 9-ды 5-ке көбейтем. Қосам, 10-ды 5-ке көбейтем. Қосам, 11-ді 10-ға көбейтем. Қосам, 12-ні 7-ге көбейтем. Плюс 13-ді 6-ға көбейтем. Қосу 14-ді 3-ке көбейтем. Осының барлығын бөледі екем. Ана 40-қа. N-нің бәріне бөлем. Мынаның барлығын есептегенде менде шығады 11,25 деген сан шығады екен. Ары қарай енді екінші сұрақ бойынша, бірінші сұраққа жауап бердік. Салыстырмалы жиілік полигон пайызбен көрсетіңдер дейді. Яғни оның графигін сызуымыз керек. Келесі бізде 8-де 3-ші есеп дисперсияны және орташа квадраттық ауытқуын табу керек. Ол үшін алдыңғы 8-де 1-ші есептегі кестені есептеген кестемізді пайдаланамыз. Яғни мына кестені ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерден дисперсияны есептеу формуласы мынау. Енді мына бірінші мынаны тауып алайық. X квадрат мынау. Енді оны табу үшін былай есептейміз. 8-дің квадраты көбейту 4, қосу
9-ның квадраты көбейту 5, қосу 10-ның квадраты көбейту 5, қосу 11-дің квадраты көбейту 10, қосу 12-ның квадраты көбейту 7, қосу 13-дің квадраты көбейту 6, қосу 14-дің квадраты көбейту 3. Осының барлығын бөлем 40-қа. Сонда мәні 124 бүтін 1525 деген мән шығады. Енді дисперсияны есептейік. Ол үшін осы мәннен 124 бүтін 1525-тен бізде алдыңғы неде есептедік, мына мәні бар. Соның квадратын азайтсаймыз, квадраты, яғни 11 бүтін 25-тің квадратын мәні 2 бүтін 97, 43, 75 деп шығады. Жоқтап алғанда 2 бүтін 97, мына жерден дөңгелектеп жіберсек 44 деп. Енді орташа квадрат ауытқуы мына формуламен есептеледі. Оны табу үшін осы дисперсиядан түбір табам, яғни 2 бүтін 97, 44-тен түбір тапсам, шамамен шығады. Шамамен 1 бүтін 72, 46